Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге капустадан кәріс салатын жасайтын боламын. Маңызды сәттерді жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге осындай бір капуста қажет болады. Жуып тазалап болған соң, осылай төрт бұрыштап турап алатын боламыз. Егер де каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей барлығын турап болған соң, ыдысымызға салып, қолымызбен осылай ажыратып шығатын боламыз. Менде капустам 1 килограмм болғандықтан бір ас қасық тұзымызды салып, қолымызбен осылай басып шығамыз. Қолымыздың күшін салмай осылай жеңіл араластырып алыңыздар. Енді бір сәбіз қажет болады, осындай теркадан ірі етіп өткеріп аламыз. Өткеріп болған соң, тағы да осылай жеңіл араластырып алыңыздар. Бетін жауып, жарты сағат тындырып алуымыз қажет. Енді чесногымызды осылай теркадан өткеріп алатын боламыз. Одан соң 2 шай қасықты толтырып қант саламыз. Екі қасық паприка салдым. Ащы бұрыштан 1 шай қасық толтырып салдым. Салатымыздың түрі әдемі болу үшін 1 шай қасық куркума салдым. Одан соң кориандр мен 70% уксустан 1 шай қасық толтырып уксус құятын боламыз. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, қатты қыздырып аламыз. Салатымыздың дәл ортасында чеснок пен ащы бұрышымыздың үстіне майымызды құятын боламыз. Майымыз қатты қызғандықтан бірінші осылай қасықпен араластырып алатын боламыз. Одан соң қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Бұл салатымыздың дәмі өте керемет болып шығады. Тура базардағыдай болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Осылай араластырып болған соң, бетін пакетпен жауып, холодильникке 1 күнге қойып алыңыздар. Мінекей салатымыз дайын болды. 1 күн тұрғандықтан тұз бұрыштары сіңіп, дәмі өте керемет болып шығады. Ыдысымызға салып, дастарханыңызға қоя берсеңіздер болады. Егер де осы рецепт ұнаса, лайк басып, комментарийға шынайы пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, баршаңызға ас болсын.